Пай, киелі неткен жер, батырлар дүрілде өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып сал серік еткен жер, бас иіп иіскеп топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер, деп ақын жырлағандай, ата-бабаларым қыста келі Маңғыстаудың сам құмына қыстап, жазда жем сағы жағаларын жайлап мамыражай тіршілік кешіп жатты. Кеңес үкіметі орнап ауқаттылардың дүние малын тәркілеп, өздерін қоғындаған аласапыран заман басталып кетті. Тұрымтай тұсына, балапан басына болып елдің берекесі кетті. Содан халық ақылдаса келе, аттың жалына, түйенің қомына бала шағасын мінгізіп, малдарын тастап, шетелге кетіп жатты. Осындай халықтың бірі біздің Есен Бегей елі болатын. Ол кезде атам Әбіл жігіт ағасы екен. Ағайындарымен бірге Түркменстан арқылы Иранға не Ауғанстанға өтпек болады. Бірақ түркмен шекарашылары бұларды ұстап алады. Әбіл атам сол алып кеткеннен келмейді. Әжем сөйтіп жесір қалады. Әжемнің аты Ақкөзтай еді. Есжан Қыдыр қызы, Бәйімбет Мамыртай ұрпағынан. Әжем Ақкөзтай Маңғыстаудың махаббат символы атанған Ақбөбектің апасы. Елден кеткенде әкем Жылқайдар 3-4 жастағы Есін еміс-еміс білетін бала екен. Әкем Түркменстанда ер жетеді. Қалампыр атта бой жеткенмен бас қосады. Шешеміз Қалампыр Майқұт орыстан тараған. Белгілі Қожалақ батырдың немересі Берді ханның қызы. Қожалақ батыр елін жерін жаулардан қорғап, аман тұрлы Қожалақ жауға шапқан алалап деп басталатын жырға арқау болған. Өзім 1950 жылы наурыздың 9 жұлдызында Түркменстан Республикасының Чарджо облысына қарасты Фараб ауылында дүниеге келдім. Мектепті бітіргеннен кейін 1966-68 жылдар аралығында Сырдария кооперативтік училищесін тәмамдадым. 1968 жылы Мырзашөл ауылындағы Трестің Орыс мекемесінде бухгалтер ретінде еңбек жолымды бастадым. 1970 жылы осы ауданның тұтынушылар одағына бухгалтер болып орналастым. Қызмет ете жүріп 1972 жылы Самарқанд облысындағы Кооп техникумға сырттай түстім. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп ата-анам шаңырақ құрғанымда қалады. 1972 жылы дүниеге тұңғышым Құбайдолла келіп әке атандым. 1974 жылы сол кезде Райпо деп аталған мекемеге бас бухгалтер болып тағайындалдым. Осы қызметті 1992 жылға дейін атқардым. Арасында 1984-88 жылдары білімімді жетілдіру мақсатында Ташкенттегі халық шаруашылығы институтын сырттай оқып бітірдім. 1992-95 жылдары қазіргі Түркістан облысы Жетісай қаласында мамандығым бойынша қызмет атқардым. Ал 1995-98 жылдары Ташкент қаласындағы Министерство глав Средней Азии мекемесіне қарасты Арал сауда үйінде финанс бөлімін басқардым. 1998 жылы Мырзашөл аудандық Райпо, химия, фермер қожалығы және пенсия фондына орналасып, бас есепші қызметін атқардым. Аллаға шүкір, дос-жарандарым көп, қызметтестеріме сыйлы, абыройлы болдым. Өмір бойы адал қызмет атқардым. Жетім-жесірге, жоқ-жітікке қолымнан келгенше көмектестім. Дегенмен ер туған жеріне деген ата-бабамның аманатымен ата жұртыма 2007 жылы көшіп келдім. Артымнан ерген 6 бауырым бар, 4 қарындасым, 2 інім. Өзім 7 перзент сүйдім, 5 ұл, 2 қыз. Қазір Аллаға мың да бір шүкіршілік, 18 немере, 4 шөбере сүйген ата әжеміз.